Баршаңызға сәлем. Сіздермен мен Бақдәулет English каналы. Жалпы бүгінгі видео сабақта біздер грамматикалық тақырып қарастыратын боламыз. Бұл тақырып ұлттық бірыңғай тест, не болмаса магистратура болсын кез келген осы тестте өте жиі келетін тақырыптардың бірі will және going to құрылымы. Яғни осы екі құрылымның қай жағдайда қолданылады және олардың бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар. Солардың барлығын бүгінгі видео сабақта толық талқылайтын боламыз. Ең алдымен біздер future simple, яғни will'дің жасалу жолына тоқталайық. Жалпы оның жасалу жолы өте қарапайым. Will plus verb one, яғни will модаль етістігінен кейін етістігінің бастапқы бірінші формасын жалғаймыз. Мысалы, I will watch TV. Өте қарапайым. Ал енді оның болымсыз түрін жасалу жолы will, одан кейін not. Ал егер ол will not'ты қысқартатын болсақ, онда сәйкесінше біздер оны won't деп өзгертуіміз керек. Мысалы, I will not watch TV, не болмаса I won't watch TV болу тиіс. Жақсы. Ал енді will не болмаса will not қолдану жағдайларына тоқталайық. Бұл өте жиі, өте көп қолданатын жағдай бар. Етістіктің шағы деп алып қарастыруымызға болады. Енді оның ең бірінші қолдану жағдай бұл spontaneous decisions, яғни аяқ асты қабылданған шешімдер. Яғни сіз аяқ астынан қандай да бір іс-әрекетті жасауды дұрыс деп қабылдайтын болсаңыз, яғни қандай да бір шешімді бірден жасайтын болсаңыз, онда сәйкесінше ол жерде will құрылымын қолдануыңыз керек, яғни future simple жасауыңыз қажет. Мысалы, сіз досыңызбен бірге ресторанға келдіңіз дейік, сосын ресторанда меню қарап отырсыз, менюге қарап бірден сіз заказ беруіңіз мүмкін. I'll have a salad, thank you. Маған салат беріңізші, өтініш. Рахмет. Демек, сіз сол шешімді сол моментте қабылдап отырсыз. Келесі. Екінші, бұл бізде offers. Яғни offer дегеніміз бұл біреуге қандай да бір нәрсені ұсыну, ұсыныс беру мақсатында will'ды қолдануымыз қажет болады. Мысалы, біреу көмектесіңіз келсе, I will help. Немесе, I will drive you home. Сені үйіңе мен жеткізіп алып барып тастайын, Немесе, I'll give you a ride. Өзгеге қандай да бір ұсынысты жеткізу үшін will, яғни future simple'ды қолдануымыз қажет. Келесі бізде promises, яғни ол әлбетте уәде беру. Өзгеге уәде бергіңіз келсе, онда міндетті түрде сіз will future simple'ды қолдануыңыз қажет. Мысалы, уәде берген кезде де көбінесе бірден қабылдайды, уәдені де сол моментте тұрып шешім қабылдайды. Мысалы, I promise I won't tell you anyone. Мен уәде берем, мен бұны ешкімге айтпаймын. Немесе, promise me you'll call me when you get there. Жеткен кезінде маған хабарласамын деп уәде бер. Тіпті қарап тұрсаңыздар, мұнда you will call, яғни бұл жердегі сөйлемнің will болып тұрған себебі алдында promise сөзінің келуі. Енді келесі осы will, яғни future simple'дың қолдану жағдайы ол threats, яғни өзгеге қандай да бір қысым көрсету, не болмаса қорқыту мақсатында. Мысалы, stop harassing me, I'll call the police. Маған бұлай күш көрсетуіңді тоқтат, әйтпесе мен милиция шақырамын. Көрдіңіз бе, мен екінші адам не қылып тұрмын? Сес көрсетіп, қорқытып тұрмын. Не болмаса, келесі ситуацияны көз алдыларыңызға елестетіңіздер. Ағайындылар бір-бірімен жанжалдасып жатыр дейік, төбелесіп жатыр екен, кішкентай бала мен қыз. Сонда біреу айтып мүмкін, осыдан көр, мен сенің анама айтып беремін деп, мамама айтып беремін, екінші адамға яғни сес көрсетіп қорқыту. I will tell mom, немесе I'll tell mom. Келесі бұл бізде refusals, яғни қандай да бір нәрсенен бас тарту. Енді бұл қолданыс жағдайы өзгеше. He won't talk to me. Ол маған сөйлемейді, ол маған сөйлеуден бас тартты. Қарап тұрсақ, бұл жерде негізі present simple қолдану керек. Алайда именно refusal кезінде біздер future simple қолдануымыз керек. He refuses to talk to me деп айтуға болады. Не болмаса he won't talk to me деп айтуларыңызға да болады. Не болмаса, қарайық, I won't put up with this. Мен бұдан артық төзе алмаймын. Мысалы, біреусіге әбден жаман сөздер айтты, сол кезде айтасыз. Will мен won'тың тағы да бір қолданыс жағдайы ол келесі бір адамға бұйырып сөйлеу.
бұл әлбетте сіздер ойлауларыңыз мүмкін, так, бұйыру мақсатында біздер must не болмаса have to'ды қолдануымыз керек қой деп. Кей жағдайда біздер will'ды да қолдануымызға болады. Мысалы айтуға болады, you will do exactly as I say. Сен мен не айтам, дәл соны жасайтын боласың. Көрдіңіз бе? Болашақта сіз қандай да бір іс-әрекетті орындаудың болсаңыз, және сол болашаққа арналған менің бұйрығым болса, онда ол жерде біздер will модальді етістігін қолдануымыз керек. Мысалы, you will not disobey me. Деген тағы да басқа. Келесі бізде осы will'дың қолдану жағдайы бұл proposals or invitations. Яғни біреуге ұсыныс жасау, не болмаса шақырту мақсатында. Әбден, мысалы, өте жиі қолданатын сөздердің бірі, маған тұрмысқа шығасың ба? Дейді ғой. Сол кезде қалай айтады? Will you marry me? Do you want to marry me? Сен маған тұрмысқа шыққың келеді ме деп сұрамайды. Will you marry me? Яғни future simple қолдануыңыз керек. Не болмаса, сіз біреуді қандай да бір сауық кешіне шақырдыңыз, сіз былай айтсаңыз болады. Will you come to my party tonight? Сіз оған шақырту мақсатында will модальді етістігін қолданып future simple'да айтуыңыз керек. Ал және соңғысы бұл бізде әлбетте predictions. Біздің болжамымыз. Енді қандай болжам? Соған назар аударыңыздар. Жалпы адамның жай ғана өзінің бір ойы, интуицияға сүйеніп жасаған болжам, не болмаса бір ешқандай дәлелге сүйенбей жасайтын болжамдарды айтқан кезде сіз future simple'дағы will қарапайым конструкцияны қолданып жеткізуіңізге болады. Жаңа айтып өткенде бұл болжамдарды адамның өзінің ойына сүйеніп айтқандықтан I think, I don't think, не болмаса I'm sure, I'm certain, не болмаса I'm afraid деген секілді осындай фразалар арқылы сөйлемді бастап ары қарай future simple'да қолданып жеткізуімізге болады. Мысалы, I don't think she will get the job. Мен ойламаймын ол жұмысқа тұрып кетеді деп. Тек ол сіздің ойыңыз. Сіз ешқандай айғаққа сүйеніп отырып айтқан жоқсыз деген секілді. Не болмаса, келесі, I'm sure you will find a better one. Мысалы, екі адам бір-бірімен ажырасып кетіп отыр да, айырылысып кетіп отыр. Сол кезде айтады, сен мені түсін, сен менен де жақсысын табасың деп. Ол просто екінші адамның ойы, бірақ ол жерде оның шынымен тауып кететіні, тауып келмейтіндігі ол бір құдайға аян ғой. Ол нақты сенімді емес. Сондықтан да дәл осы секілді болжамдарды айтқан кезде сіздер will қарапайым осы құрылымын қолдануларыңызға болады. Ал will'дің тағы бір қолданысы бұл scientific and accepted truths. Яғни ғылыми, не болмаса жалпылама дұрыс болып қалыптасқан түсініктерді айту барысында қолдану. Айтуымызға болады. Water will boil at 100 Celsius degree. Су 100 градуста қайнайды. Енді сіздер сұрауларыңыз мүмкін. Так, бұны тағы басқа қай етістің шағында қолданып айтуға болады? Әлбетте, present simple'да. Water boils at 100 Celsius degree. Яғни future simple'да да, яғни осы екі шақта да қолданып айтуымызға болады. Мысалы, тағы да екінші, әбден рас болып қалыптасқан түсінігі былайша айтқан кезде. A true gentleman will hold the door for a lady. Нағыз ер жігіт әйелге есікті ашу керек деген секілді. Жалпылама қалыптасқан шындық ретінде алып қарастыруымызға болады. Ал енді келесі бізде to be going to құрылымы. Оның жасалу жолы қалай? To be етістігі, одан кейін going to, сәйкесінше етістігінің бастапқы бірінші формасы келу керек. Мысалы, I, одан кейін to be етістігі am, I am going to, етістігінің бастапқы бірінші формасы stay. I'm going to stay at home. Міне, жасалу жолы өте қарапайым. Ал енді, бұл қай кезде қолданылады? Planned decisions, яғни алдын ала жоспарланған іс-әрекетті орындауға сіз алдын ала мақсат қойып қойған болсаңыз, онда сіз осы to be going to құрылымын қолдануыңыз керек. Мысалы, I'm going to order sushi tonight. Мен бүгін кешке сушиге тапсырыс бермекпін. Яғни, мен сушиге тапсырыс бермектігім алдын ала менің жоспарым. Яғни, мен бұл іс-әрекетті орындайтынымды алдын ала мақсат етіп қойдым. Сондықтан да бұл жерде мен to be going to етістігін қолданып тұрмын. Ал сондай-ақ екінші нәрсе бұл бізде intention деген сөз бар. Ағылшындарда intention дегеніміз бұл сіздің ниетіңіз. Яғни осы іс-әрекетті мен жасай алдында ниет етуім. Мысал айтуыма болады. I'm going to talk to my boss about getting a raise. Яғни мен өзімнің бастығыммен жалақымды көтеру жайында сөйлесетін боламын. Яғни мен осы іс-әрекетті орындауды алдын ала ниет етіп қойдым. Мен сол туралы ойладым.
және сол ойымды жүзеге асыру үшін мен міндетті түрде to be going to құрылымын қолдануым керек. Міне, to be going to құрылымының қолданылу жағдайы осы. Демек, алдын ала жоспарланып қойған іс-әрекет болса, онда біздер міндетті түрде to be going to құрылымы, ал егер ол спонтанно сол моментте қабылданған шешім болса, онда future simple, яғни қарапайым will конструкциясын қолдануымыз қажет. Жалпы бүгінгі біздің сабақ осымен аяқталды. Сабақтың соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Және егер сабақ ұнаған болса, міндетті түрде каналға жазылып, астына өз комментарийға мысалыңызды келтіруді ұмытпаңыздар.